Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер және де достар, және де Clash.net арнасының жазылушылары. Менің видеом бүгінгі Clash of Clans ойына болады. Яғни өздеріңіз білетін шығарсыздар, мүмкін білмесеңіздер көріңіздер. Менің ВК группамда жазған болатын, яғни ВКонтактеде. Өзімнің ресми кланым ашылды деп. Сондықтан міне жақсы адамдар жиналып қалды, яғни өзімнің достарым бүгінде болады. Енді жақсы араласып кеттік, яғни семья сияқты болып. Короче, сол 28 адам болды. Және де достар, турнир дегенде бірінші орында Mega Empire KZ клан алды, екінші орында Казак KZ, және үшінші орында Қазақстан 2015, төртінші орында Қоңырат кланы алған болатын. Яғни мен видео түсірейін десем қаншама мықты атакалар бар, бірақ менің экзамен болған кесірінен ол повторлы өшіліп екен. Яғни өшілгенде 2 КВ бастап жіберген 2 кланда, сол үшінші КВ не көрсетілмейді, яғни. Және де сол өкінішті вот мықты атакалар болған, және призовой фонд болған жоқтығын енді бүкіл комментарий жазып, зачем қатысып, анау деген сияқты. Енді келесі турнир августқа қарай болады, енді призовой фонд болады деп ойлаймын енді. Аз болсын, көп болсын, бірақ нормально енді. Ойнағанда енді приз үшін емес, енді удовольствие үшін ойнау керек деп ойлаймын енді. Жалпы адамдар призге ойнағысы келеді. Ол жақ әңгіме емес, және де менің кланым жынды КВ болып жатыр, яғни екі жақта да қытайлықтармен оңтүстік Кореямен түстік, солтүстік Корея. Және де мықты клан кәдімгідей 103 победа, 19 поражение. Бұл деген енді не подарок та бізге. Барлығын көріп тұрсыздар, нормально 7-ші уровень клан, бірақ кәдімгідей база жоқ. Қиын түсіп жатыр, менде 2 атака видео түсіп, оның кесір атака жасайтын шығармын. Және де менің кланды енді повторларды көрсететін бола, міне барлық өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай. Соты жасай алмадық әлі өкінішке орай, бірақ нормально. Бірінші КВ-да нормально жаптық деп ойлаймын, міне осылайша. Короче, ол оңай болды. Ал екінші КВ бізге орыстар түсті, яғни орыстар 29-25, прям орыстар мықты болды кәдімгідей. Міне көріп тұрғандарыңыздай Россия, орыстар шапка бүкілі атакаларда мықты болды. Короче, мен трешкаларды көрсетейін енді. Міне Павелға Ильястың атакасын көрсететін болам. Яғни осы кланда рахмет айтқым келетіні Ербол деген жігітке, және Мұхамеджан, одан кейін Акимжан, одан кейін Даник Антон деген жігіт, одан кейін Ильяс, және де Қасым, сондай жігіттерге алғысымды айтқым келеді. Өте керемет. Міне көріп тұрсаңыздар, Ильястың атакасы осындай база, кәдімгідей круговой. Големдер айналып өтті, екінші голем мына жақтан айналып, бұл деген өте жақсы, шеттегі зданияларды өлтіреді. Қауықтар екеуі мына жерде ортаға Валкирия кірді. Валкирия енді ортаны тазартады, бірақ королева Ганчаяға көңілін бөліп қойды. Және де көріп тұрғандарыңыздай, мына жерде големде сындырып жатыр, одан кейін қауықтар, одан кейін сыртқа шықты, міне Валкирия әдемі кетті, королева бүкілі. Осылайша Опанай Трешка Павел деген жігітті айырып жіберді. Илес любой кезде қазақтар мықты ғой. Короче, енді екіншісіге атакасын көрсетем. Және бұл жерде Даник. Айтпашы бір қызық нәрсені айтайын. Міне көріп тұрғаныңыздай Даниктің атакасы 87% алып миттей жасап. Одан кейін енді келесі КВ-ны көрсетейін. Көріп тұрғаныңыздай 2 атакасы 87%, кәдімгі 87% алып жүр. Бұл енді қызық, Антон деген жігіт қой. Қазақ бәрі. Осы жерде 87% алды. Бұлай қызық емес ойын, бірақ нормально көре берейік, әдемі атака болды. Міне көрдім, ортаға кірді, міне Валкирия тазарып кетті, кәдімгі имба тактик болды. Мына жерде 4 Тесла қатарынан болмағанда жалпы айыратын еді. Просто Тесла Валкирияларды бір-бірлеп алып, солай болып қалды. Көртуанды Теслалар қабандар жек қойып көріңіздер ма, себебі рахилық жоқ. Мен осылайша, короче, добивай дейді, ешқандай қызығы жоқ. Және енді Анастас Иванов, енді Анастасия Ивановская дейді. Сондайға, не енді 4 құдай берген атакасын көрсеткен, құдай берген деген Қасым деген бала. Бұл да тоже Х8-ді фулда айырады. Міне көріп тұрғандарыңыздай
големдермен кіреді, мактармен, одан кейін валкирия ортаға кіреді. Енді валкирия имба тактика болғансын, валкирия енді рейчпен кәдімгідей адреналин ұстап кетіп псих болып кетеді да. Иә, сол осылайша трешка алады, өте керемет. Енді қазір сіздерге реальный казақтың атакасын көрсетіп қойдейін. Енді егер жаңағы корейстермен квны ұтсақ, біз содан кейін тағы да бір кв болады, сол квны ұтсақ, бұйырса екінші уровень боламыз. Одан кейін ары қарай дамимыз деген ойдамыз. Енді Қазақстанда топ кланның қатарына түсіп. Сосын айтатын қалай кланға кіруге болады дейді. ТХ8-ден қабылдаймыз, қабан 4-ші уровень болу керек обязательно. Содан кейін ТХ7-лерде де қабылдаймыз, қабан 2-ші уровень, дракон 2-ші уровень тоже. Ал ТХ9-лерде енді голем 3+, одан кейін қабандар 5-ші уровень болу керек. Одан кейін геройлар 10 болу қажет, королева король екеуі. Содан кейін біз қабылдаймыз. Шартқа келсеңіздер, ол жай ғана не кланға кіргізу. Одан кейін біз не істейміз, испытание деген батырма бар ғой, соны сіз атака жасайсыздар, антитрошка база қоямыз. Короче, сондай егер сіздер 2 жылды солай алсаңыздар, өтесіздер кланға. Енді көреміз деді адамдар. Мен осылайша ТХ7-де қабандармен атака жасайды. Нұрсұлтан деген жігіт, енді Муха деген жігіт, енді Мұхамеджанның 2-ші аккаунты. Әдемі трешка база жоқ. Сосын бізде WhatsApp-та беседа бар. Кланға келсеңіздер, егер нормальный доверие алып жатсаңыздар, беседа қосамыз. Беседада әртүрлі сондай әңгімелер болады, сол сияқты. Егер де сіздер дуэл қаласаңыздар, дуэлге шығуға қарсы емеспіз. ВК-дан жазыңыздар, Рамзат Қасқырбаев. Сол, короче, бүгінгі видео осымен аяқталынады. Егер де осы КВ Ильяс кетті, Ильястың атакасын көрейік. Әдемі прямой эфир біз қап қойды ғой дейме. Қосылмай отыр, қазір қосылса или бітті ма? Жо, нормально. Әдемі. Бізде просто фул дисбаланста, бізде Ильяс фул емес, бірақ фул забор барлығы әдемі. Соны беріп тұр. Бұлай жалпы 2 звездаға алсын деп біз не істегенбіз. Специально айтқанбыз, бірақ жалпы өзінің міндетін атқарды. Өте керемет, 2 звезда алды. Енді мен 3-ке жазсам нормально болады. Достар, сонымен видеомыз аяқталады. Амандықта жүздескенше, келесі видеода кездескенше, қолдарыңызды көтеріп лайк басуды аямаймыз, достар. Сол, амандықта жүздескенше, сау болыңыздар, достар.